Ассалаумағалейкум достар. Кейде компьютерде белгілі бір сайтқа блок қойып тастағың келеді. Өзің немесе басқа адам кірмейтіндей қылып. Бүгін программаның көмегінсіз сайттарға блок қоюды ашылмайтындай қылып үйренеміз. Mail.ru сайтын қазір ашамын. Менде істеп тұр. Осы сайтқа блок қоямыз енді. Ол үшін мой компьютер C дискісін ашамыз. Windows папкасы, System 32, кейін драйвер папкасы, etc папкасын ашамыз. Host деген файлды кез келген текстік редактормен ашсақ болады. Сіздер блокнотпен аша аласыз. Менде тұрған Notepad++. Ашамыз. Төменде блокқа қойылған сайттар тізімі тұр. Соңғы жағына 127.0.0.1 локальный адресті жазып, қасына блокқа қоятын сайтты көрсетеміз. Сақтаймыз. Енді сайтты ашып көрейік. Кіреміз. Не удается подключить сайту деген ескерту шықты. Көргенде бізде сайт ашылмайды. Каналға лайк басамыз, жазыламыз. Назарларыңызға рахмет.